ұшқыр деген ойынымыз туралы толыққанды ақпараттар білетін боласыздар. Барынша түсінікті, оңай тілде жеткізуге тырысамын, ал барынша құпты тыңдауға тырысайық. Ең бірінші шақ AI платформасына кіреміз. Шақ тапқыр деген платформасында шақ ұшқыр деген ойынымыз тұр. Соны батырманы басамыз. Одан кейін ол жерде ойын үлгісін таңдаңыз, ойынды жеке ойыныңызды жасаңыз, немесе генерациялаңыз, жасаған ойыныңызды бастаңыз деген сияқты. Осы жерде бір түсіндірме тұр. Және де сізге бұл тілдер түсініксіз болып жатса, осы жерде 3 тілде ауыстырып алсаңыз болады. Түсінікті деген батырманы басамызда сізге шақ AI платформасына берген логин парольді осы жерге жазамыз. Осы жерге логин паролін жазамыз, одан кейін кіру деген батырманы басамыз, сізге одан кейін доступыңыз ашылады. Одан кейін сізде автоматты түрде 4 ойын ашылады. Ұшқыр деген ойынның ішінде бізде 4 ойынымыз бар. Ол сөйлеу карталары, сәйкестендіру, дөңгелекті айналдыру, топтастыру деген секілді. Сөйлеу карталар деген ойынға кірейік. Одан кейін бізде осы жерде генерация деген батырмамыз шығады. Генерация деген батырманы басамыз, осы жерге сұрақты енгізейік. Мысалға, сақ тайпасы деген сияқты, қараңыздар. Сақ тайпасы. Одан кейін жерге сұрақтар саны, мысалға 7 сұрақ деп алайын. Одан кейін ағылшын деп тұр, English. Одан кейін жерге орыс тілі, қазақ тілі деген сияқты өзіміздің таңдауымыз бар. Бізге енді қазақша керек, қазақ тілін таңдаймыз. Одан кейін генерация деген батырманы басамыз. Бұл жасанды интеллект сізге сұрақтың және жауабымен автоматты түрде дайындап береді. Осы арқылы уақыттарыңызды үнемдей аласыздар. Және де бұған оқушылар телефон арқылы кірудің керегі жоқ, тек қана интерактивті тақта немесе ноутбук арқылы көрсете бересіздер. Сізге міне азғантай уақыттың ішінде сақ тайпасы қай аймақта өмір сүрген, сақтардың негізгі шаруашылығы не болды, сақ тайпасы қандай тілде сөйлеген деген сияқты осындай сұрақтары осы жерде міне жауаптар тұр. Митра құдайы, Парсы патшалығының Томирис патшайымы деген сияқты осы жерде сұрақ жауаптар. Егер сізге толыққанды бәрі ұнаса, 7 сұрақ жетсе, ойынды сақтау деген батырманы басамыз. Ойындар тізіміне қайту десеңіз сақталмай қалады. Ойынды сақтау деген батырманы басамыз, сонда сақталады, окей, ұмытпейміз. Ойынды сақтау деген батырманы басамыз. Одан кейін осы жерден сізге сақталған кезде осындай жазу шығады, окей деген батырманы басамыз. Автоматты түрде осы бөлімге қайтадан сізді аударады. Окей. Одан кейін сақ тайпасы деп тұрады. Астында ойнау, мынаның бәрі мен алдын ала істегендерім оның ойнау деген батырманы басамыз. Сосын кейін осы жерден бізден ойынды бастау деген батырма тұр. Бастау деген батырма. Осы бастау деген батырманы басамыз. Осы жерде бізде карталар шықты, түрлі түсті. Одан кейін бізде сұрақ деген сияқты. Давай ортаға, мысалға, Ерасыл деген балаға сабаққа шық деп айтасыздар. Сосын кейін бұл сұрақ емес, араластыру деген батырманы басқан кезде уже басқа сұрақтар шығады. Сақтардың басты құдайы кім болған деген сияқты. Одан кейін тағы араластырасыз деген сияқты. Одан кейін сақ тайпасының атауы алғаш рет қайдан табылған деген сияқты. Осы жерде сұрақтар тұр. Тақырып жауабын көрсету деген батырманы басамыз. Жауабын көрсету деген батырманы басқан кезде Парсы патшаларының жазбаларында. Көрдіңіз ғой, араластыру деп батырманы тағы басамыз. Сақтардың қандай жауынгерлік қару-жарақ түрлері кеңінен танымал болды? Жауабын көрсету. Қылыш, садақ, жебе деген сияқты осылай. Оқушылардың қалай бұрыс жауап беріп жатқанын осылай көре аламыз. Сақ тайпасы қай аймақта өмір сүрген? Іле өзен төменгі деген сияқты осылай араластыра берген сайын бір сұрақ екінші рет келмейді. Сондықтан да осы соңғы сұрақ уже болды. Бұл ойын уже аяқталды. Көрдіңіздер ғой, осылай оқушыларыңызды бағалап қызықтырып өткізе аласыздар. Әріптестер, және де ойында біткеннен карталарды қайтару деген бөлімге басамыз. Одан кейін ойын үлгілері деген бөлім бар. Артқа қайту үшін осыны басамыз. Одан кейін сәйкестендіру деген біздің екінші ойынымыз. Бұл да біздің қызықты ойындардың бірі. Бұл да артықшылық жасау деген бізде батырма бар. Жасау деген батырма арқылы өздеріңіз осы жерге кілт сөз және анықтамасын беру арқылы осылай жасай аласыздар. Және тақырыпты енгізіп қойып деген секілді. Немесе генерация деген батырма арқылы жасанды интеллект арқылы жасай аласыздар. Бұл жерге мысалға қалай? Бізде зат есім деп бар, мысалы қазақ тілге қарай. Зат есім дейік. Жопсан примерно төртеу деп алсайын. Қазақ тілі керек бізге, қазақ тілі, генерация деген батырманы басамыз. Міне бізде адам, тұлға, кітап, зат деген сияқты осылай, қала, орын деген сияқты осылай шықты. Сондықтан да осы орындармен енді біріктіру керек зат есім. Окей. Зат есім үшін
қазақ тілі деп болсақ болады. Егер де бұл ана латесімге қатты бетіме келмей тұрса, қазақ тілі пәні егер бір істемей дұрыс істемей тұрса, пәні бойынша деп жазамыз. Одан кейін қайтадан генерация деп басамыз. Бізге қайтадан ойдан жазып береді. Міне адам, тірі жан, үй, құрылыс, гүл, өсімдік, кітап, білім деген сияқты осылай біріктіре берсе болады. Болмаса вообще мүлдем басқа сұрақтар деген сияқты. Егер бұл өз сізге ұнаса, ойынды сақтау деген батырманы басамыз. Окей деп басамыз. Автомат түрде осы бөлімге өтеміз. Көрдіңіздер ғой, иә? Міне біздің жасаған сөзіміз ойнау деген батырманы басамыз да, үй, құрылыс, адам, тірі жан, гүл, өсімдік, кітап, білім деп осылай біріктіреді. Ойында сақтау деген батырманы басқан кезде қанша ұпай алды оқушы және нәтиже қалай болды, кім қайсы дұрыс жауап берді деген сияқты осылай сәйкестендіру арқылы ойнай аласыздар. Қайтадан ойнау арқылы ойнай бересіздер. Ойын үлгілері деген батырманы басып артқа қайталасыздар және сәйкестендіру деп басып, бұдан да басқа ойынға дайындап қойып ойната бересіз. Мысалға аяқтан сақтай басы деген ойын түрміне осылай біріктіре бересіздер да, міне толыққанды. Көрдіңіз ғой, мен жылдам істей салып жатырмын. Осылай істей саласыздар. Әдейі қате жерлерінде қараңыздар. Міне сіздің нәтижеңіз 5 сұрақтан 3 ұпай алдым. Нәтижені көру, міне осылай нәтижені көремін. Ойынды сақтау деген батырманы қайтадан ойнау десем, қайтадан ойнай беремін деген сияқты осылай әріптестер. Одан кейін бізде үшінші ойынымыз дөңгелекті айналдыру деген ойынымыз. Бұл өте керемет ойындардың бірі. Қазір таңда хит болып жатқан. Бұл жердің артықшылығы не? Мысалға жасау деген жерге кіру арқылы мына жерге тақырып қоямыз. Мысалға 8-ші сынып па деген сияқты. 8-ші Б сыныбы деге. Сыныбы. Ана жерге сұрақ деген жерге бұл лайфхак әріптестер. Бұл енді бір өздеріңіз керек болса қолдансаңыздар болады. Сұрақ деген жерге мысалға оқушылардың аттарын жазамыз. Аружан, энергия, сұрақ. Жауап деген жерге керісінше сұрақ қоямыз. Аружан деген қызға сұрақ қоямыз. Мысалға сын есім. Енді толыққанды қоясыздар ғой өздеріңізге. Мысалға яқта азамат дейік. Азаматқа сан есім деген сияқты осылай кете береді. Және де оқушылардың аттарын өсіп қоса берсеңіздер болады. Одан кейін ойынды сақтау деген батырманы басамыз. Окей деп басамыз. 8-ші Б сыныбы, 7-ші Б сыныбы деп тұр. Біз жасағанымыз 8-ші Б сыныбы. Ойынды бастау деп басамыз. Сосын айналдыру деген батырманы басамыз. Сосын кейін бұл жерде артықшылық қараңыздар. Қай оқушыға түсетін белгісіз тоқтатпайсыздар, автомат түрде өзі тоқтайды. Ештеңке баспайсыздар. Міне азамат шықты. Жауабын көрсет деген батырманы асқан кезде бұны сұрағы шығады. Азамат, сен сан есім туралы айтып бер деген сияқтышы. Соңғысы кім деген сияқты осылай ойната бересіздер. Ойын үлгілері деген батырманы басып артқа қайтасыздар. Ойын үлгілері деген басу арқылы. Сосын дөңгелекті айналдыру дегенге кіреміз да өзіміздің басқа да дайындап болған ойындарымыз. Мысалға Абылайхан туралы осы жерде бұл қолмен жасап отпайсыздар. Жасау деген арқылы ғана қолмен жасайсыздар. Ал генерация дегеніміз бұл алдын ала бізге дайындап береді. Осы жерге сұрақ, саны, тіл деген сияқты осылай қоямыз деген. Одан кейін бізден жасап отпай-ақ қойын. Сіздердің уақыттарыңызды алып Абылайхан дегенге ойнау деп кіресіздер да осылай айналдыру дейсіздер. Міне айналып жатыр деп жазылып тұр. Сосын содан кейін тоқтайды. Абылайхан қай шайқастарға қатысқан? Жауабын көрсету. Абылайхан Анарақай шайқасына және жоңғарға қарсы бір қатар шайқастарға қатысқан деген жауап. Жауабын көрсетпей тұрып бірінші оқушы айтсын, иә? Сосын кейін бұл оқушы біткеннен кейін айналдырады. Және де бір сұрақ екінші рет айналып келмейді. Әр сұрақ біткен сайын ол автоматты түрде өшіріліп отырады әріптестер. Мысалға осы көкке келді. Абылайхан негізгі саяси одақтастары кімдер болған? Жауабын көрсету. Абылайхан негізгі саяси одақтастары арасында Ресей империясы мен Қытай патшалығы болған деген сияқты осылай жауабы шығады. Ойын үлгілері деген батырманы басу арқылы артқа қайтамыз. Дөңгелекті айналдыру деген ойынымыз. Одан кейін бізде топтастыру деген ойынымыз. Бұда да генерация деп арқылы жасаймыз. Және де бұл жерде жасап қойған ойындар. Мысалға сақтар деп пример қылып жасап қойғанбыз. Мысалға тарих
үйсіндер дейін, иә, мысалға мәдениет, давай алтын археология, не одан жауынгерлер, осылай шығар. Сіздің нәтижеңіз 3-те-3 жауапты көрсету деген батырман басы осылай. Көрдіңіздер ғой, осылай оқушыларыңыз ортаға шығу арқылы осылай сәйкестендіріп ойнай алады. Қайтадан ойнау деген басы қайтадан ойнайсыздар, жауабын көрсетсеңіздер, жауабын көрсетесіздер. Әр оқушыны осылай ойнатсаңыздар болады. Ойын үлгілер деген батырман басу арқылы осыдан неше түрлі дайындап қойсаңыздар болады, және де әрқайсысы бір-біріне ұқсамайды әріптестер. Мысалы қараңыз, тарихи қауымдастықтар, әскери құрал жабдықтар, дейміз, көне тайпалар, осылай көне бересіздер. Көрдіңіздер ғой, жалпы осы шақ ұшқыр деген ойынымыз біздегі өте қызықты, сабақтарыңызды басқа деңгейде өтуге өте көп көмек етеді, және де тегін. Сіз 1 жыл қалсаңыз, сізге 1 жыл бойы тегін қызмет етеді. Сіз 1 ай қалсаңыз, 1 ай бойы сізге тегін қызмет атқарады. Қанша сұрақ қолданамын десеңіздер, сіздерде ешқандай лимит жоқ. Сәттілік әріптестер, барынша сабақтарыңызды қызықты етіп өтіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.